Сүлейменнің жүзік жоғалтуы. Сүлеймен патша болып отырғанда күніне бір рет алдына күллі мақұлық қол қусырып келіп тағзым етіп кетеді екен. Олардың мақтау марапаты, сый-сияпаты патшаның көңілін өсіріпті. Патша мақтау сөздерді естігенде менен құдіретті адам бар ма екен деп ойлайды екен. Бір күні Сүлеймен өзеннің жағасында қолын жуып жатқанда жүзігін түсіріп алады. Бір балықты шақырып, «Әй балық, жүзігімді алып бер» деді. Балық шолп етіп суға түсіп, жүзікті тауып алады. Сол сәтте ұлық Алла балыққа «Жүзігін берме» деп әмір етеді. Балық әмірге бағынып жүзікті жұтып қояды. Сүлеймен әрі күтіп, бері күтіп сарсылады. Балық келмегенсін сарайына қайтады. Қақпасының аузына келсе, күзетшілер есігін ашпайды. «Әй, мен әлемнің әміршісі Сүлейменмін, аш есікті» деді. Күзетші ашпады. Күзеттің басшысы Ақиық деген дию екен. Ол патшаның қасына келіп, «Әй, Сүлеймен, сен бізді өзіңе емес, жүзігіңе бағындырдың. Жүзіксіз еш билігің жоқ» деп оны кіргізбей жіберді. Сүлеймен бас ауған жаққа қарай жүре берді. Қарны ашып, қаталап, шөлдеді. Арып ашып, қайыршыға айналады. Қай үйге бас сұқса да ешкім оған бір үзім нан бермейді. Сол кезде Сүлеймен өзінің баяғыда тақта отырып, асты таңдап жейтін астамшылығына өкінеді. Бір күні жолда келе жатқанда Сүлейменді бір топ маса талайды. Кезінде Сүлеймен халықтың қанын ішкен бір мыстан кемпірді өлтіртіп, өртеп, күлін суға шашқан еді. Оның күлінен маса пайда болыпты. Масадан қашып Сүлеймен бір ағашты паналайды. Қарлығаш оған араша түсіп, масаларды қуады. Сүлейменге су тасып, шөлін қандырады. Қанатымен желпіп, самал жел тұрғызады. Бұл оқиғаны сыртынан байқап тұрған кемпір мен шал, «Бұл тегін адам емес екен, мұны үйімізге шақырайық» деп Сүлейменді үйіне әкеледі. Шал балық аулап кәсіп етеді екен. Сол күні бұрын соңды көрмеген үлкен балық ұстап алады. Балық аршысу үшін Сүлейменді көмекке шақырады. Балықтың ішек қарнын тазалап отырып, Сүлеймен баяғы жоғалтқан жүзігін тауып алды. Жүзігін қолына таққанда барлық мақұлық алдына келіп, қол қусырып тұра қалыпты. Алла осылайша Сүлейменді сынап, қайтадан тағына отырғызады. Содан бастап ел ішінде жүзігі барда Сүлеймен, жүзігі жоқта сөмірейген деген сөз қалған екен. Сүлейменнің сайтандарды матауы. Бірде Сүлеймен пайғамбар Аллаға арыз қылып, «Уа Тәңірім, 18 000 ғаламның билігін бердің. Енді сайтандардың билігін бер, барлығын бұғаулап, қамап тастаймын» деді. «Әй Сүлеймен, олай болмайды, тіршіліктен мән кетеді» деді Алла. Сүлеймен түсінбей дал болды. «Билігін берші, қамап көрейін» деп сұрап қоймады. Құдай тілегін берді. Сүлеймен сайтандарды байлап, қамап тастады. Өз ісіне риза болып, көңілі марқайды. Бір кезде қарны ашып, қызметшісін шақырды. Ешкім келмеді. Күзетшіге айғайлап, «Кім бар?» деді. Жауап қатқан жан болмады. Іздеп шықса, сарайда өзінен басқа жан баласы қалмапты. Әрі айғайлап, бері айғайлап сыртқа шықты. Көшеде де тірі жан жоқ. Қарны ашып, базарға барды. Барса қайнаған халық жоқ. Қымбат тауарлар иесіз жатыр. Бір кезде мешіттен азанның даусы естілді. Жүгіріп барса, барлық адам мешітке сыймай жатыр. Жартысы сыртында, ауыздарында кәлима, қолдарында тәспі. Сүлеймен таң қалып, «Уа жасаған, мына адамдарға не болған?» деп сұрады. Сонда Тәңірісі, «Әй Сүлеймен, сен сайтандарды бұғаулап тастадың. Олар болмаған соң жұрт маған бет қойды.
Сайтанды бұғаулау менің қолымнан келмейді дейсің бе? Құлдарым сайтанмен күреспесе, олардың дәрежесін қалай анықтаймын? Адамның тіршілігі сайтанмен тіресіп, іс қылғанда мәнді болады депті. Сүлеймен Алладан кешірім сұрап, сайтандарды босатқан екен. Ит пен мысықтың хикаясы. Ертеде бір бай кісі Сүлеймен пайғамбарға келіп, маған жан-жануардың тілін үйретіңізші деп өтініпті. Пайғамбар, саған ондай кереметтің қажеті жоқ, өзіңе зиян болады деді. Бірақ бай кетпей қиылып отырып алады. Байдың көңілін жыққысы келмеген пайғамбар жан-жануардың тілін үйретеді. Ертесіне бай таңертең тұрып итіне бір кесек ет лақтырады. Етті мысық қақшып алып талға шығып кетеді. Ит әупілдеп үреді. Бай оларды түсініп тұрады. Ит, еттен бөліс деді. Мысық, сен бір күн шыда, байдың семіз көк қошқары бүгін арам өледі, соның етіне қарық боласың деді. Бай ертесіне көк қошқарды сатып жіберді. Азанда бай тағы бір кесек ет лақтырды. Мысық оны да қағып түсті. Ит тағы сұрады. Мысық, бір күн шыда, бүгін түнде байдың сиыры арам өледі, етке армансыз тоясың деді. Бай сиырын сол заматта сатып жіберді. Ертесіне бай тағы да ет лақтырды. Мысық бұл жолы да итке бұйыртпады. Ит ренжіп, кеше сиыр өледі деп ең, қожайын оны сатып жіберді, етімді бер деп жалынды. Мысық оған, бүгін түнде байдың семіз биесі арам өледі, бір ай ет жейміз деді. Бай кешке жеткізбей жылқыны да сатып үлгерді. Ол ішінен бұл бір рахат болды, апаттың алдын алдым, жануардың тілін білгенім қандай жақсы деп ойлап масаттанды. Ертесіне итіне тағы да бір кесек ет лақтырды. Оқиға айна қатесіз қайталанды. Бірақ мысық бұл жолы бүгін түнде бай өледі, 7-сі бар, 40-ы бар, 100-і бар, жылы 12 ай тоқ жүреміз деді. Мына сөзді естіген бай шошып кетті. Жалма-жан Сүлейменге жүгіріп барып, болған жайды айтты. Патша екем, мына жалдан құтқар деп жалынды. Сүлеймен, саған келген бәлені қойын қақты, оны сатып жібердің. Сосын сиырың ауысты, оны да сатып құтылдың. 3-ші жолы ажал биеге ауысты, оны да сатып құрттың. Енді бәле басыңа төнді. Алланың бұлысының алдында мен шарасызбын деді. Бай сол түні дүние салды. Содан бері ел арасында бәле әуелі малыңа келеді, малыңа келмесе басыңа келеді деген тағылым қалған екен. Сүлеймен мен тоты құс. Бір күні Сүлеймен ұшып қонып жүрген тоты құсты көрді. Ауылдың бар баласы қолына тор алып, оны қуалап жүр екен. Сүлеймен тотыға, «Ей, тоты, алысқа ұшып кет, торға түсіп қаласың» деді. Тоты, «Қанаты барды, қанаты жоқ қалай ұстайды? Балаларды мазақтап көңіл көтеріп жүрмін» деді. Ертесіне тоты торға түсіп қалыпты. Балалар оны ермек етіп ойнап жүр екен. Сүлеймен, «Тұтылып қалыпсың ғой» деді мысқылдап. Тоты, «Ей, Сүлеймен, дүние алма кезек екен. Кеше далада, бүгін торда. Балалармен кеше мен ойнадым, енді олар мені ойыншық етіп ойнап отыр. Алла көзді байласа шара жоқ екен. Қонар кезде жан-жағым лапылдаған от болып көрінді. Тұзақтан басқа қонатын жерім қалмады. Солай бәлеге шатылдым. Мені сатып алып, босатып жібер» деді. Сүлеймен, айтқан ақылды алмайтын астамшылға осы дауа. Көңілі асқақтаған ақымақ ақылды бар деп ойламайды деген. Кеше тал басында тым астамсып отыр едің. Енді өзің босанып көр деп. Тотыға қарайласпай кетуге айналды. Сонда тоты, Сүлеймен, ұмыттың ба? Бір кезде сенің де көңілің тасыған. Алла көзіңді байлады. Ібіліс жүзігіңді ұрлады. Сол кезде менің күйімді кешкенсің. Бірақ ұлы Тәңірім сенен теріс айналып безген жоқ. Мейірім шапағат етіп құтқарып алды.
Тәубаң қабыл болып тағың да бағың да қалпына келді. Құдайдан неге үлгі алмайсың, деді. Сүлеймен сөзден тосылды. Ол құсты балалардан сатып алып ұшырып жіберіпті. Кірпі мен қарғаның хикаясы. Сүлеймен патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. Сен, қарға, бар, бір түнде жер дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын түрі әппақ құс тап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы терезеге отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын. Сен, кірпі, жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап. Бұл нәрсені әкеліп дәл менің жастығымның үстіне, бетіме таяу қой. Құс сайрағанда оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл нәрсеге тисін, деді. Қарға дамыл таппай жер көкті шарлады. Құс біткеннің даусын естіп құлаққа жағымды бірін тапты. Таппады. Тіпті бұлбұл мен сандуғаштың тамылжыған даусы да құлағына түрпідей тиді. Аққудың өзі аппақ болып көрінбеді. Таңға дейін еш нәрсе таппай дымы құрыған қарға таң атқан соң өлемін. Патша әмірін орындай алмадым. Барып балапандарыммен қоштасып кетейін деп ойлады. Ұясына келгенде аш балапандары алдынан шығып шиқылдап, қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы нәзік көрінді. Қараса өзінің балаларынан аппақ құс жоқ екен. Қарға сорлы қуанып кетті. Іздегенім үйімде екен, деп балапандарын Сүлейменнің сарайына келіп терезеге отырғызды. Кірпі де күні-түні бойы дамыл таппай жер жүзін кезді. Жұмсақ нәрсе іздеді. Іздесе де таба алмады. Бұл да шалдығып, шаршап, ініне қатып қайтып келді. Анасын көріп, мұның да балалары алдынан шығып құшақтады. Кірпі де балаларын құшақтағанда денесі сондай жұмсақ сезілді. Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе жоқ екен деп, кірпі балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қойды. Таң атты. Қарғаның балалары Сүлейменнің сарайында қарқылдап, шиқылдай бастады. Сүлеймен бұл не деп терезеге қарай бергенде бетіне тікенектер қадалды. Қараса терезеде қарғаның қап-қара балалары отыр. Жастығының үстінде кірпінің балалары жатыр. Патша қарға мен кірпіні шақырып, мен сендерге ең нәзік үнді аппақ құс пен жұмсақ аңды тауып әкеліңдер деп едім. Сендер не әкелгенсіңдер деп қаһарланды. Бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы болған кірпі мен қарға дат тақсыр деп Сүлейменге көрген білгенін баян етті. Сол кезде Сүлейменнің кеңесшісі Мәзере құмырсқа: «Ау патшам, әркімдікі өзіне, балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық, һәм мамықтан жұмсақ» деген. Қарғаның көзіне балапандары әппақ, нәзік үнді көрінген. Кірпіге балалары жұмсақ болып білінген. Бауыр еті баладан асқан тәтті зат жоқ. Қарға мен кірпіге сауға бер, деп қарға мен кірпіні босатып жіберді. Содан бері ел ішінде қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз қалған екен. Сүлеймен мен диқан. Сүлеймен патшаның заманында әлемдегі барлық хайуан, өсімдік, өзен, тау, су, тіршіліктегі зат атаулының бәрі Сүлейменге бағынған екен. Жан-жануардың патшалары жыл сайын пайғамбарға келіп, есеп беріп, үлкен жиын құрады екен. Сол заманда бір диқан өмір сүріпті. Оның жыл сайын еккен егіні бітік шығып, әлемді қызықтырып, жанынан өткен жанды еріксіз өзіне тартады екен. Сүлеймен пайғамбарға келе жатқан құс патшалары егінді көріп, тамсанып, жиынға кешігіп келіпті. «Неге кешіктің?» деді патша ашуланып. «Тақсыр, жолда бір диқаншы бар, егіні бітік шығып, соны тамашалап кешігіп қалдық» деді. «Оның несін тамашалайсың?» деді Сүлеймен. «Диқан егін еккен кезде сіздей ұлық патшаның есімін аузына алмады» деді. Сүлеймен диқанды көрмек болды. Желге бұйырып көзді ашып жұмғанша диқанның алдынан табылды.
Байқап көрсе, диқан тіпті Сүлейменді елемей жұмысын жасай берді. Бұған патша ашуланып, бидай, жер, суға бұйрық берді. «Ей, бидай, сен ендігі жылы өнбе. Ей, жер, сен қанша бидай сепсе де өндірме. Ей, су, 40 кез төмен түс» деді. Егін шықпаған соң диқан өзі келіп дәргейіме бас ұрады деп ойлады. Диқан көктем шыға егін егуге кірісті. Себетін бидайды 7 күн судан шығармай бөктіріп, бір айдаған жерін шаршылай 7 рет айдап, 7 рет тырмалап бидайды септі. Біраз күн өткеннен соң егін былтырғы қарағанда 12 есе бітік шықты. Ендігі суаратын кез келді. Суға келсе, су өз деңгейінен 40 кез төмен түсіп кеткен. Диқан өзенге шығыр орнатты. Оған 40 шелекті қатарынан салып, шығырды айналдыра бастады. Мұндай күшке шыдай алмаған су аспанға шашып, барлық аймаққа тарады. Суарылып суға қанған егін былтырғыдан 10 есе артық боп шықты. Мұны көрген соң Сүлеймен бидайды шақырып: «Сен неге менің бұйрығымды орындамадың? Саған шықпа дегенім қайда?» деп сұрады. «Тақсыр, мен орындамайын деп едім. 7 күн суға салып, тұншықтырып есімді тандырды» деді. «Әй жер, сен неге егін өндірдің?» деп сұрады. «Тақсыр, өндірмесіме қойды ма? 7 рет жыртып, 7 рет тырмалап, әбден есімді тандырды. Су ішіп, қазір ғана есімді жиып тұрмын» деді жер. «Ей су, сен маған 40 кез төмен түсіп кет дегенім қайда? Неге орындамадың?» деді. «Тақсыр, мен бұйрықты орындадым, 40 кез төмен түсіп кеттім, бірақ диқан қоймады, еріксіз аспанға шығарды» деді. Сүлеймен диқанның еңбекқорлығына риза болып, өзінің жеңілгенін мойындап, еңбек қылған алсын деп отыра кеткен екен. Қиссаның соңы, жалғасы келесі шығарылымда.